Гүлшат ханым, осы гүл бизнесіне қалай кірдіңіз? Енді бұл менің алғашқы кездегі менің хоббиім болды. Мен жақсы көрдім гүлдерді. Сол хоббиімді ақырындап жүріп бизнеске айналдырдым. Осы үйден бастаған кезде осы гүл бизнесін сізде қандай қорқыныш болды? Енді бұл ары қарай бизнес бола ма, болмай ма, гүлдің күтімін игере алам ба, игере алмайм ба деген қорқыныштар болды. Ертең білім алғаннан кейін ол кісілерде табыс тапқысы келеді ғой. Сонда қаншалықты табыс таба алады ертең? Осы 1 миллионнан асады ғой табыс. Иә, 5-6 миллионға дейін болады. Сәлеметсіздер ме? Қазір шәкіртім, кәсіпкер Гүлшат ханымның гүл сататын дүкеніне келдім. Гүлшат ханым, өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Гүлшат. Осы Алматы қаласының тұрғынымын. Дәл осы Гүлшаттың гүлдер бизнесінің брендін қалыптастырушымын. Дәл осындай дүкенімізді ашып, қазір бизнесті жалғастырушы кәсіпкермін. Гүлшат ханым, осы гүл бизнесіне қалай кірдіңіз? Енді бұл менің алғашқы кездегі менің хоббиім болды. Мен жақсы көрдім гүлдерді. Сол хоббиімді ақырындап жүріп бизнеске айналдырдым. Өте керемет. Алғашқы сатылған гүліңіз есіңізде ме? Қандай әсерде болдыңыз? Керемет. Мен негізі үйге өзім гүл өсірем ғой. Сол өсірген кезде үйдегі гүлдерімді алып сұрайды да туысқандарым. Сол кезде кішкене артығынан алып жүрдім да, сөйтіп бизнеске кіріп кеттім. Жақын туысқандарыма саттым, достарыма саттым, және көршілеріме саттым. Осы гүл бизнесінен дейін бұрын қандай кәсіппен айналыстыңыз ба? Жалпы немен айналыстыңыз? Иә, фрукт овощ сатқанмын. Бірақ ол жұмыс өте ауыр болды. Таңертең сағат 5-6-тан түнгі сағат 12-1-ге дейін жүреміз. Бір жағынан енді хобби болғаннан кейін жұмысымды жеңілдетіп, осыны интернетке шығару болды. Осы гүлді бірден осы дүкеннен ашып кеттіңіз? Жоқ, үйде отырып бастадым. Ең алғашқы үйде отырып, үйде саттым, статуспен саттым, ол кезде тиктокпен емес, көбіне статуспен саттым. Ары қарай алып кеттік. Осы үйден бастаған кезде осы гүл бизнесін сізде қандай қорқыныш болды? Енді бұл ары қарай бизнес бола ма, болмай ма, гүлдің күтімін игере алам ба, игере алмайм ба деген қорқыныштар болды. Өткізе алам ба, өткізе алмайм ба деген қорқыныштар болды. Бірақ бәрінен өттік, ол көпірден. Әрекет жасасаңыз болады ғой. Қазіргі таңда көп енді кәсіп бастайтын адамдардағы ең бірінші боль десем болады, осы қорқыныш. Бастап кетуге бірінші қадамды бастай алмайды. Сіз енді бастап кетіп отырсыз, ол өте керемет, жақсы нәтиже деп ойлаймын. Бастадым, өте үлкен бизнеске айналдырып отырмын. Қазіргі уақытта өзімнің мысалы фрукт овощты тастап 100% уже гүлмен ғана айналысып отырмын. Керемет бизнес. Алғашқы клиенттеріңіз қалай таптыңыз осы бизнесті бастағанда? Көршілерім болды, статустан таптым, ағайын туысқаннан таптым. Одан кейін ең бірінші рет, былтыр осындай уақытта бірінші рет стримге шығып продажа жасадым. Ең алғашқы продажам 180 мың теңге болған. Өте керемет. Осы бизнесті бастаған кезде ең алғашқы қандай қателіктер жібердіңіз? Ең алғаш рет осы гүлдерді алған кезде ең алғашқы қателік бизнес деп қарамадым. Просто хобби болды да, жақсы көрдім, өсірдім, саттым. Бір-екі адамға сатып, соған барын айтып, үйтіп. Жалпы бизнес деп қарамаған қателік болды. Иә, ол көп кәсіпкерлердің жеңіл қарағандығынан бизнес дамымай қалады. Осы гүл сізде қазір көп екен, мен көріп отырмын. Бұзылып шығын болған кездер болды ма? Әрине болады. Ең алғашқы қателігім менің Голландиядан өте көп суммада алдырып алдым. Ол кезде үйде саттым мен. Голландияда көп алдырып алдым да, өзім игере алмай қалдым. Күтімі жағынан, оның температурасын білмеймін, мысалы үшін. Кондер қоймай, ыстықта, сол жағына қателік көрдім. Өйткені бір гүлдер күнді жақсы көреді, бір гүлдер температураны суықтау жақсы көреді. Сол жақтан қателік жасадым. Бұл да енді өзінше бір не білімі керек қой, бұл гүлді не істеу үшін. Қазір бір айда қанша гүл сатасыз жобамен? Өте қиын оны айту. Өйткені мен өте көп мөлшерде сатам қазіргі уақытта. Енді көбіне үлкен гүлдерге мән беремін. Сатқан кезде солар есте қалады да. Мына жерде енді майда гүлдерден күніне мысалы сатамыз. Ең аз дегенде 20 шақты, былай 50-60 сатамыз. Қазір мен өзім қарап отырмын, өте көп екен. Мына жақтан, жан жақтан барлығы гүл. Құтты бір джунглидің ішіне кіріп кеткендей болдым ғой, сондай әсерде болдым. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, осы үйден бастадым деп. Үйден бастағанның плюсы мен минусы қандай осы қазір дүкенмен айналысып жатсыз ба?
Үйде сатқанның плюсы, үйде балалардың қасында, мысалы қалаған уақытында олардың тамағын сабақтан келгенде күтіп ала аласың. Бір жағынан тамағыңды істеп қойып, екінші жағынан сата бересің. Плюс жағы өте көп негізінде. Минус жағы кішкене сыртқа шығып, мысалы мынандай дүкенде ашқанның плюсы өте көп та, уже сыртта басқа адамдармен сөйлесе бастайсың. Басқа адамдардың бәрібір сырт басқаша. Мен өзімде сіздің дүкеніңізге келе жатқан кезде қасымыздан өтіп баратқан екі қыз сізді әңгімелеп барады. Яғни сізді бұл жақта тек үйден емес, дүкеннен де сататыныңызды халық біледі екен. Мен соған таңғалып жатырмын. Бұл әрине үлкен керемет нәтиже. Бұл бизнес қай кезде ақша көп әкеледі? Сезон бар ма бұл бизнесте? Жоқ, сезон жоқ. Үй гүлдерінде арнайы, енді 8 мартта бұрынғыдан кішкене өседі процент. Так бұл үй гүлдері қысы жазы жүре береді. Қысы жазы. Бұл жерде қандай гүлдеріңіз негізі өте маржалы гүлдер? Нақты олай айта алмаймын, өйткені біреу мысалы аз болады, мынандай кішкентай гүлдерге аз қоясың үстіне, бірақ бұны жиі сатасың, тез сатасың. Үлкен гүлдерге молдау қоясың, бірақ кейде тұрып қалады. Көптеу қоясың. Неге бізде банан, жеміс ағаштары бар. Біз жалпы тек қана гүл сатпаймыз, жемістерді де сатамыз. Мен жалпы феншуй ғылымына қатты сүйенетін адаммын. Феншуй ғылымында әрбір үйде жеміс ағашы көп болса, үйге ризық, береке шақырады деп ниеттенеді. Сол үшін де бізде жеміс ағаштарын қостық гүлдеріміздің қатарына. Мінекей банан ағашы, жапырақтары өте ерекше, енді жеміс салып тұрған жоқ, жалпы салады. Одан кейін мінекей мандарин, бұл кішкене кисло-сладкий болады. Мандарин отырғызылған, отырғызылмаған түрлері мінекей өте әдемі, ризық шақырады деп ниеттенеміз бұл ағаштарды. Қандай міне папоротник керемет көрінеді, ливестона для богатства, для интерьерге вообще күшті, шикарный гүл. Интерьерді вообще ашады, дизайнға, интерьерге мән беретін адамдар үшін ең мықты гүлдердің бірі. Тоже мандарина жаңа түсіндірдім да, кисло-сладкий кәдімгі қабығымен алып жей беретін мандариндер. Өте гүлдер түрлері көп, мінекей. Мынау енді орхидеяның бір түрі, тура осындай қараңызшы, искусственный сияқты болып тұрады, 2 ай тоқтамай гүлдеп тұрады. Интерьерге көбіне енді бұны жаңағыдай самый элитный адамдар сыйлайды мына гүлді. Өте күтімі өте оңай гүлдерге жатады. Алыстан әдемі болып көрінеді. Искусственный сияқты күтімі жеңіл гүлдерді қажет етеді. Махаббат символы дейді бұл гүлді. Ливестона тоже пальма, интерьерге, дизайнға мән беретін, бір басқаша гүл іздейтін адамдар үшін арнайы өсірілетін әдемі пальмаларымыз. Жалпы осындай түрлері көп гүлдеріміздің. Тағы да осындай біздің күшті гүлдеріміз бар. Мысалы мына кратон, қызыл жасыл жапырақтармен вообще ерекше көрінетін, адамға энергия береді дейді кратон гүлін. Для интерьер жаңағыдай сұлулықты ашатын мықты гүлдеріміз бар. Для богатства дейді юкка ағашы, да интересаженный мысалы. Байлық шақырады деп ниеттенеді. Юкка ағашы, мынау пахира ағаштарын жалпы феншуй ғылымында байлық шақыратын ең мықты ағаштардың қатарына жатқызады. Мен негізі көбіне феншуй ғылымына сүйенемін, солай сатамын. Және де мінекей фикус гүлі, енді сіздер кез келген банктерге барсаңыздар, тура осы фикус гүлдерін көресіздер. Ол жаңа клиенттердің ағымын көбейтеді дейді, ақша ағымын айналдырады дейді. Бойлары 1,5-2 метрге дейін осында биіктікте түрлі гүлдерімізді сатамыз. Және мінекей бонсай ағашы. Тоже ең мықты жақсы көремін бонсай ағашын. Байлықтың, адамға рухани тыныштық беретін, адамның жүрегіне рухани тыныштық беретін мықты гүлдердің бірі бонсай ағашы. Жалпы жапон халықтары бұны өздерінің ең сыйлы құрметті азаматтарына сыйлайды. 1000 жылдық тарихы бар гүлдердің қатарына жатады. 100 жасайын, рухани тыныштық болсын, материальный, моральный тыныштық болсын дегендер осы гүлді алып жатады. Бізде түрлі гүлдер бар. Барлығын мағынасымен сатамыз, ғылымға сүйеніп сатамыз. И плюс жаңағыдай ауаны тазалайды, таза ауа береді деген қасиеттер тоже бар. Жалпы тұрақты клиенттеріңізді қалай ұстайсыз? Оларға, менде тұрақты клиенттер өте көп, оларға шынайы болу керек. Шынайылық болу керек. Қалай күтім жасайды, шындығында кейбір адамдар білмейді. Білмеген кезде барынша түсіндіріп айтуға тырысамыз.
гүлдің уходы қалай, күтімі қалай, енді соларды максимально жауап беремін. Қазір енді жаңағы TikTok деп айтып қалып жатсыз, әлеуметтік желіні қатты жақсы қолға алып жүргізіп жатқан сияқтысыз. Қандай әлеуметтік желіде қазір жұмыс жасап жатсыз? TikTokта енді кәдімгідей оқырмандарым бар, 42 мың примерно жобада. Өте керемет. Өте TikTokта көбіне. TikTokпен бастадым, TikTokпен сатып жатырмын қазір. 99% онлайн менде. Онлайн 99% енді 1% қана осында келетін клиенттер. Өте керемет нәтиже. Қосымша Instagram бар, жаңағыдай сторизбен, статуспен, сондай. Бүткіл әлеуметтік желілерді қолданып жатсыз ғой қазір, яғни? Қолданып жатырмыз. Қазір енді YouTube-қа да Алла қаласа шығайын деп отырсыз. Бұның өзі бір үлкен сізге нәтиже алып келеді деген сенімдемін. Құдай қаласа, иә. Мен де үлкен сенімдемін сондай. Гүлшат ханым, менен бизнес білімдер алдыңыз. Осы менен алған білімдеріңізден өзіңізге қандай мықты бір инсайт алдыңыз? Ең күшті, мен үшін ең күшті инсайт ол бизнес примерно дегенді жақсы көрмейді. Ол точно, нақты цифрды жақсы көреді. Бұл көбіне көп енді кәсіп бастап жатқан, жалпы көп кәсіпкерлердің қателігі. Мен де мысалы үшін примерно нандай, примерно деп айтамын, сіз айттыңыз, бизнес ешқашан примерно деген жоқ. Бизнесте бизнес, нақты цифр болды. Осы білім алғаннан кейін өміріңізді өзгертетін бір нақты қандай шешім қабылдадыңыз? Тұрақтылық және батылдық. Бизнесте біздің жаңағыда қазақшылық, кішкене қазақылық болмайды. Бизнесте всегда тұрақтылық керек и батылдық керек. Шешім қабылдайтын моменттер өте көп болады. Яғни ойыңыз бен әрекетіңіз өзгерді ғой? Өзгерді, иә, өзгерді. Мен енді байқап отырмын, сізді танығалы біраз уақыт болды, шәкірт болғалы. Біраз өзгеріс сізде болып жатыр. Мен өзім ұстаз ретінде сізге сыртыңыздан қарап риза болып жүрмін сіздің әрекетіңізге және болып жатқан нәтижелеріңізге. Егер бұрынғы өзіңізді қазір кездестірсеңіз, осы білім алған Гүлшат бұрынғы Гүлшатқа қандай кеңес айтар едіңіз? Ең бірінші білімді ұстаздан ал деп айтар едім. Сол кезде жол қысқа болады дер едім. Жететін жетістікке тез жетесің деп айтар едім, егер ұстазбен болса. Ұстазсыз жаңағыдай примерно болса адасу көп болады. Уақыт жоғалтамыз. Дұрыс айтасыз, маған көп хабарласып жатқан кісілер, кейбіреулер білім алуға ақша жетпейді, кейбіреулер ақшасы болса да білім алғысы келмейді. Өзім де жасап көрейін білем дейді, бірақ ол кісілердің тарихын сұрай бастаған кезде 10 жыл, 15 жыл сол табысты өсіп жатқанда жоқ, сол бір жерде, сол білімнің жоқтығы, ұстаздың жоқтығынан. Сіз енді дұрыс шешім қабылдадыңыз, білім алып жатсыз, осы білімнің нәтижесін мен өзім көріп, әрине қуанып тұрмын. Сіздің жетістігіңізді көріп. Жалпы осы гүл саласында гүл сатудан басқа қандай қызметтер көрсетесіз? Қазіргі уақытта мен гүл сатумен бірге арнайы курс сатып жатырмын. Именно осы гүлді қалай баптау керек, қалай күтім жасау керек деген оны жаңағыдай деңгей-деңгейге бөліп дайындап жатырмын. Енді бастап жатырмын, дайындап қойдым. Бұл курс кімдерге арналған жалпы? Бизнес жасаймын дейтін адамдарға. Ең қазіргі бірінші курсым гүл күтіміне байланысты. Гүлді күте алмаймын, өлтіріп аламын, гүлді жақсы көремін, бірақ осының күтімін, бабын таппай қойдым дейтін адамдарға арналған. Бұл жерде жаңағы әйел адам, ер адам бөлінбейді. Өйткені ер азаматтар вообще бізде көп ер азаматтар бар, олар бізден күшті қарайды. Күшті жақсы қарайды. И жақсы көреді, бірақ күте алмайтындар алып үйренеді. Ол сіздің сөзіңізбен келісемін, өйткені өзім студент кезімде, өзімде жатақхананың балконында осындай гүлдер өсіріп тастайтын. Сол кезде сол жерде семейный студент келіншектер келіп менен гүлдің отростарын алып кететін. Сөзіңізге сіздің келісемін, өйткені өзім айналысып көрдім де. Менде ер азаматтар өте көп. Жалпы осы курсты оқығаннан кейін қандай нәтиже болады сіздің шәкірттеріңізге? Кез келген жағында адамға уверенность керек, сенімділік керек. Егер ол гүлді баптай алатынына, өсіре алатынына сенімді болса, ол мықты өсіре алады, және ары қарай бизнес жасаймын десе де мықты жалғастырып кете алады. Осы гүл бизнесін бастағысы келетіндерге ең алдымен нені білу керек? Негізі ұстаз таңда деген келеді. Білім керек негізі. Білім керек. Ұстаз керек, және осы гүл саласындағы білім керек. Қандай сала болсын, сол саланың білімін алған дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс. Сіз енді мықты эксперт екеніңізді көріп отырмын, өйткені сіздің мына жерде гүлдеріңіздің өзі сіздің күшті ма? Қандай өзіңіздің есіміңізге сай екен, бизнесіңіз өте керемет. Жайнап тұр ғой мінекей. Өте керемет. Жалпы курсты өткен адам 1-2 айдан кейін қандай нәтиже шыға алады? Сіз өзіңіз қазіргі өзіңіздің табысыңыз қандай? Табысымды айтайын ба? Мысалы сізден ертең білім алғаннан кейін ол кісілерде табыс тапқысы келеді ғой.
сонда қаншалықты табыс таба алады ертең осы? Енді мен айтар едім, егер бизнес деп келетін болса 100% таба алады. Бірақ тәуекел керек та, өзіне сенімділік керек. 1 миллионнан асады ғой табыс. Иә, 5-6 миллионға дейін болады. Продажа общий. Өте керемет, ол өте керемет нәтиже. Қарап отырсаңыз, гүл саласынан жалпы осындай гүлден ондай табыс табады деп көбісі ойламайды. Болады табуға. Бірінші жаңағыдай білім керек, одан кейін ұстаз керек, система керек, арнайы жаңағыдай сіз бизнестің арнайы схемаларына салу керек, оны четкий ясно есептеу керек. Болады барлық жер. Сіз жалпы дұрыс қадам жасадыңыз. Гүл бизнесін қазір бастау кеш емес пе негізі? Ешқандай. Бизнесте кеш деген нәрсе болмайды. Бизнесте кто быстрее, то успеет. Дұрыс айтасыз. Әсіресе гүл бұл үйдің гүлдері қысы жазы әр бөлмеде тұрған дұрыс деп ойлаймын. Мен жеке өзім ойым әрине. Қорқып жүрген адамдарға не айтар едіңіз кәсіп бастай алмай жүрген? Енді қорқып жүрген адамдарға айтарым, білмеймін, қазақта айтады, шегірткеден қорыққан егін екпейді дейді. Ол қорыққан адам еш нәрсе етпейді, тәуекел ету керек. Дұрыс айтасыз. Минуста енді болады, құлау болады, сүріну болады. Өзіне сеніп, жаңағыдай білім алып, әрекет істей берсе, ол бола береді. Дұрыс айтасыз, жаңағы адам риск жасаған кезде келеді ол адамға. Бизнес тек сондай рискпен келетін нәрсе ол. Иә, айлыққа жұмыс жасайтын адамдарда риск жоқ, бірақ өмірінде өзгеріс те болмайды. Дұрыс айтасыз. Нөлден бастағысы келетін адамға 3 қадам, қандай қадам болды? Тәуекел ету дегім келеді, ең бірінші, білім ал дегім келеді. Сол білімге тәуекел ету керек, одан кейін ұстаз табу керек дейді. Дұрыс айтасыз. Достар, егер осы гүл саласында бизнес бастағыңыз келсе, сіздерге қызық болса, Гүлшат ханымның парақшаларын осы видеоның астына сілтемесін қойып кетемін. Сізге Гүлшат ханым табыс тілеймін, бизнесіңіз өсе берсін, үлкен масштабтан көре берейін, франшиза болыңыз. Сізге тек қана сәттілік тілеймін. Достар, егер видео сіздерге қызық болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, ой пікірлерін жазыңыздар, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.